Қазақ тілі ұлттың жаны, рухы мен болмысы. Бұл аптада ұстаздар мен оқушылар өз ойларымен бөліседі. Енді олар қазақ тілі туралы не ойлайтынын тыңдайық. Саламат Сапай, күніңіз сәтті өтсін. Қазақ тілі апталығының ең басты мақсаты қандай деп ойлайсыз? Қазақ тілі апталығының ең басты мақсаты ең бірінші біздің тілімізді дәріптеу және де біздің ақын жазушыларымызды оқушылардың санасына қойдыру, олар туралы білу, олардың өлеңдерін жатқа білу деп ойлаймын. Несі ерекше ұнайды? Қазақ тілінің барлық жағы ерекше ұнайды. Грамматикасы, тілді сақтау, теоремдары, қазақ тіліндегі барлық нәрсе ұнайды маған. Қазақ тілін үйретудің ең қызықты тәсілі қандай деп ойлайсыз? Ойнатып, күлдіріп үйрету. Қазақ тілін қалай дамытқың келеді? Менің ойымша қазақ тілі бұл ең маңызды тіл болғаннан кейін мен оны жақсы жағынан дамытқым келеді. Көптеген қазақ тілінен арналған кітаптар ашып, Саламат Сапай, қазақ тілдің мәртебесін көтеру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Қазақша көбірек кинолар қарау керек, музыка тыңдау керек, қазақша көбірек сөйлесу керек. Жақсы, рахмет. Тіліне деген қызығушылығын қалай бағалайсыз? Орташа